Қайырлы күн, қымбатты достар. Орал қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебі Шымкент қаласындағы әріптестерінің жолдаған эстафетасын қабылдады. Осыған орай мектебіміздің педагогикалық қызметкерлері қазақтың біртуар ақыны Қадыр Мырзалиевтің «Өзім туралы од» өлеңін оқып береді. Қабыл алыңыздар. Тарғындарға жүкті болып анамыз, туған жерде айтылады көп аңыз. Төмен, төмен, тұяқтардан кейінде қызғалдаққа толып кеткен даламыз. Жүз қырылдық, мың қырылдық тіріміз, тірлікті сол мадақтайды жырымыз. Жұттан соң да дүбірлетіп даланы, төрт түлікке толған қайта қарамыз. Тазшаңыздың өзі қандай ақылдақ, тыңдайтын ел сөзін оның мақұлдап. Талай талқан болған қазан ошақтың тұтаныпты оты қайта лапылдап. Болдырмауға тырысқан мен бар дұшпан, бүгінгі ұрпақ зымыранды көрді ұшқан. Күні кеше басқыншының батыры қызымыздың жебесінен жер құшқан. Әлі күнге кірсіз таза арымыз, белін болып жауға шапқан кәріміз. Құлақшындай құлағанша өркеше, жүгін жолда қалдырмаған нарымыз. Талай ғасыр, талай заман ауғанша, біз шекпедік, шөкті бірақ тауғанша. Тұлпарымыз мыңқ етпеген етектей, ернінен екелісі қалғанша. Жырлап жүріп, ерлік әнін, о сәнді. Қалай келсең, солай сені тосалды. Айналайын, о заманда, бұ заман, бұл даладан таба алмайсың осалды. Енді міне тетіктерін нық бұрап, трактор боп гүрілдейді, құт қырат. Ата-баба мықтеді ғой, мықтеді. Ұрпақ одан болу керек мықтырақ.